Баршаңызға сәлем. Видео YouTube платформасында 4000 сағат қаралымды дұрыс есептеуге арналады. 4000 сағат дегеніміз не? Бір сағатта 60 минут бар. 4000-ді көбейтеміз 60-қа, 240 мың минут шығады. Осы 240 мың минут 4000 сағат болады. YouTube ережесі бойынша монетизацияға жету үшін де, монетизацияға қосылғаннан кейін де ай сайын осы 4000 сағат шығып отыру керек. Сағат қалай жиналады? Мысалы, каналыңыздағы 5 минуттық видеоны 12 адам соңына дейін қараса, 1 сағат болып есептеледі. Ал 10 минуттық видеоны 6 адам соңына дейін қараса, 1 сағат болып есептеледі. Біле жүріңіз, видеоны басынан соңына дейін қарағанда ғана толық просмотр болып есептеледі. 4000 просмотр 4000 сағат болып есептелмейді. Өйткені 5 минуттық видеоның просмотры мен 10 минуттық видеоның просмотры тең емес. Қаралымына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Көпшілігіміз просмотр мен сағатты бір деп ойлаймыз. Просмотр бөлек, сағат бөлек, екеуі екі бөлек ұғымды білдіреді. Видеоның минутына, сағатына, просмотрына қарай сағат жиналып отырады. Мысалы, 15 минуттық видеоның просмотры 255 болатын болса, 15 минутты көбейтеміз 255 просмотрға. 3825 сағат шығады. Яғни ол 63 сағат болады. Сонда 255 просмотр 63 сағатты шығарып тұр. 4000 сағат шығу үшін әлі осындай бірнеше сағат керек. Каналыңызда 40-50 видео бар делік. Әр видеоның просмотры әртүрлі. Барлық видеолардың просмотры қосылып сағат шығып отырады. Неге каналға көптеп видео жүктеп отыру керектігі түсінікті болды деп ойлаймын. Сағат осылай жиналады. Қанша сағат болғанын YouTube өзі есептеп шығарып отырады. Оны біз аналитика бөлімінен немесе монетизация бөлімінде қанша подписчик, қанша сағат болғаны сол жерде көрсетіліп тұрады. YouTube ережесі бойынша 1000 подписчик және 4000 сағат болу қажет. Соған жеткенде монетизация қосылады. Ереженің біреуі орындалып, біреуі жетпесе де монетизация қосылмайды. Менде сағат саны жетіп, оқырмандар саны жетпейтін. 4000 сағат көп болып көрінуі мүмкін. Бірақ каналға видеоларды көптеп жүктей берсеңіз, видеоларыңыз мазмұны әртүрлі болатын болса, 4000 сағат демде жиналады. YouTube'та видеоның уақыты, қаралымы маңызды рөл атқарады. Монетизацияға қосылған кезде де табыстың көбеюі осы сағатқа байланысты болады. Сағат көрсеткіші көбейсе, YouTube'тан түсетін табыс артады. Сондықтан 4-5 минуттық видеолар болса да жүктеп отырыңыз. Адамдардың таңдауы, қызығушылығы әртүрлі болғандықтан, бірі болмаса бірі қаралымды көп жинауы мүмкін. Егерде 30 минут 1 сағат етіп қызықты видеолар жасай алсаңыз, өте жақсы. Видео бірінші бөлім, екінші бөлім, үшінші бөлім болып жалғасатын болса, оқырман саны да, просмотры да көбеюіне себеп болады. YouTube ескертуді неге береді? Творческая студия арқылы YouTube каналға кіреміз. Төменгі сол жақ бөлігіндегі контент бөлімін бассақ, біздің жүктеген видеоларымыз шығады. Егерде видео қасында авторские права деп тұратын болса, сол YouTube'тың ескертуі. Ескерту екі жағдайда болады. Бірінші, авторлық құқығы бар музыкаларды рұқсатсыз видеоларымызға қолданғанда. Екінші, біреудің видеосын рұқсатсыз өзіміздің каналға салатын болсақ, ескерту келеді. Қауіптісі, біреудің видеосын өзіміздің каналға жүктегенде. Ол әннің клипі болсын, кино болсын, басқа болсын, YouTube ондай жағдайда каналды банға жіберуі мүмкін. Банға жіберу деген
каналыңыз жабылып, видеоларыңыздың бәрі жойылады. YouTube бан жіберсе, YouTube-қа доступ болмай қалады. Яғни каналға кіре алмайсыз. Ол кезде қайта аккаунт ашып, басынан бастау керек. Ал авторлық құқығы бар деген видеоларға монетизация қосылмайды. Егерде жүктеген видеоға авторские права деп шығатын болса, ол видеоны удалить етіп, қайта дұрыстап салу керек. YouTube-тан білімім жоқ кезде менде көп жалып түсетін. Ол кезде ұнаған музыканы таңдап, видео үстіне баса беретінмін. Ол кезде жалобы авторские права деп шығатын. YouTube ескертсе де авторлық құқық бан дегендерді түсінбейтінмін. Ең сенімдісі өзің видео түсіріп салғаның. Видеоға ән басатын болсаң, арнайы сайттардан немесе Google-дан музыка без авторских прав деп іздесең шығады. Сол музыкаларды қоя аласың. YouTube-қа жүктеген видеомызда доступ деген жерде для всех деп тұру керек. Ограничение деген жерде нет деп тұратын болса, ескертудің жоқ болғаны. Егерде авторские права деп шықса, видеоны өшіріп дұрыстап салу керек. Кейде доступта да дұрыс шықпайтын кездері болады. Доступ деген жерге для всех дегенді таңдау керек. Сонда видео барлық адамға көрінеді. Видеоның тақырыбы да маңызды. Поискадан іздегенде бірден шығатындай тақырыпты таңдаған дұрыс. Видеоның описаниясында тақырыпқа сай етіп әдемілеп толтыру керек. Теги деген жерге де тақырыппен байланысты сөздерді жазу керек. Тақырыпты қорытындылап өтейін. Каналыңызға көптеп қызықты видеоларды жүктеп отырыңыз. Сағат осы видеолардың қаралымы арқылы жиналады. Авторлық құқығы бар музыка видеоларды қолданбаңыз. 4000 сағат тақырыбы түсінікті болды деп ойлаймын. Барынша түсіндіруге тырыстым. Видео пайдалы болса лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.